Барлықтарына сәлем құрметті көрермендер, сіздер менен бірге мен Сако. Бүгін біздер менің осындай комнатама және компьютеріме, девайстарыма микрофон, клавиатура, монитор, осындай мышка, наушник, мына не бар, не жоқ, комнатада компьютердің характеристикасы қандай, соның бәрін мен сіздерге айтып өтетін боламын. Ал достар, давайте біздің өте осындай қызықты обзорымыз басталмай тұрып, осы видеоға давайте лайктарыңызды басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. И достар, давайте біздер видеомызды бастап өте берейік. Мына мен, комнатама обзорды бастайын. Мына менде осындай кішігірім ғана комната. Өзіме, в принципе, жетеді. И мына жақта, төсек осылайна, төсекті осылайна қойып қойдым. Розетканың қасында, чтобы түнде зарядка қойып, телефон шұқылағанға идеально болатындай. И мына жаққа, шкаф қою керек. Примерно төсек деппін ғой, киім салатын шкаф қою керек. Мына жақта уже дополнительный обогреватель, түнде чтобы суық болмайтындай. И достар, мне, обзорымды мен креслодан бастап өтейін. Кресло менде осындай офисный, кожаный, и төменге түсетін болсақ, уже мына жақта, краскасы кетіп, кожалары жыртылып жатыр. Особо критично емес деп ойлаймын. И, креслоның астында біздерде мынандай уровеньді көтеріп түсіретін осындай бір темірі бар. Осындай заты. И, в принципе, кресло туралы басқа айтатын ондай жоқ. Енді кәдімгідей бес дөңгелегі бар. Айнала тағы басқа. И өзіме пока что удобный. И давайте, достар, уже біздер кішкене қызық шаққа қарай көше берейік, достар. Мен подписчигім, попросить еткен болатын. Инстаграмда да, ютубта да, компьютеріне және тағы да басқа девайстарына видео түсірші, обзор түсірші деп. И, достар, мен бұл обзорды не үшін түсірейін деп шештім. Менің подписчигім попросить еткен болатын. Бір подписчик комментарийде және инстаграмда дайректке жазып, сенде микрофон қандай, наушник қандай, клавиатура қандай және тағы да басқа, давай компьютеріне обзор түсірші деп. И енді мен, достар, осылайна обзор түсірейін деп шештім. И сол үшін, достар, давайте біздер клавиатурадан бастайтын боламыз. Бұл клавиатура біздерде HyperX компаниясынікі. Қазір енді менде мынандай подсветканың түрі более прикольный, басқанда уже, цветі әртүрлі болып жанады. Ал біздер енді бүйтіп қоятын болсақ, міне уже подсветка бүйтіп әртүрлі цветте кететін болады, достар. Өзіме қатты ұнайды бұл клавиатура. Бағасы примерно 50 мыңдай тұратын мен алған кезде. И мына жақта біздерде осындай свитчи красный, механический да бұл бізде. В общем, енді механический клавиатураны шарт ететіндер өздері біледі. Ал достар, мынау бізде уже микрофонға көшеміз. Микрофонды ұстап тұрған мынау пантограф, либо штатив, екеуінің біреуі. Дұрыс қалай атайтынын білмеймін. Мынау бізде, китайский пантограф, и микрофон аты Red Dragon Blazer GM300. Осындай конденсаторный микрофон. Жалпы, в принципе, қолданғанға нормальный болады. Видео түсіргенге, стрим жасағанға, достармен дискордта сөйлесіп, и тағы да басқа істегенге, в общем, пайдалы. Ал мынау мышкаға келетін болсақ, мышка менде Asus фирмасынікі, Asus TUF Gaming M3. Жалпы DPI және тағы да басқа жағынан өзіме өте ыңғайлы мышка, қолға ұстағанға да. И, өте керемет мышкалардың бірі. Asus'тың сіздерге совет берем. Ешқандай реклама емес, есече. И және достар, біздерге обзорға қалғаны наушник, осындай бір наушник, және мынандай монитор и процессор, және тағы да басқа мелочтарды қазір сіздерге атап өтетін боламын. Давайте біздерден наушниктан бастайық. Наушник менде Asus компаниясынікі тоже. Asus TUF Gaming, Asus TUF Gaming H3 деген модель. Жалпы өте керемет наушник, уже бір жылдан асып кетті қолданғаныма, бірақ та мына кожалары, құлақты ауыртпайды, өте идеально тұрады құлаққа. В принципе, кс ойнағанға, музыка, кино көргенге жалпы керемет наушниктардың бірі. Если что, наушник таппай жүрсеңдер, арзан и качественный, осы наушникті советовать етем, достар, сіздерге. Ал мониторға көшетін болсақ, бізде монитор Acer компаниясынікі, осындай изогнутый түрде. Если что, сіздерге қазір көрінеді деп ойлаймын. Біздерде осындай изогнутый түрде Acer деген монитор, Full HD, примерно 26 диагональ дейма, дюйм дейма, сондай бірдеңке.
ал частота обновления болса бізде 165 Гц. И достар, енді қазір мен сіздерге давайте джойстикті көрсетіп өтейін. Бұл бізде, короче, оригинальный джойстик, кәдімгі PlayStation джойстигі, DualShock 4, PS4 джойстигі. Ал мынау болса экшн камераның, короче, сағатын зарядкаға қоятын зат. Мынау бізде экшн камераға жазылатын осындай файлды, короче, микро USB флешканы мынаған салып, потом бұны компьютерге салып и дальше монтаждайтын зат. Мынау енді кәдімгі адаптер. Мынау болса уже біздерде системный блок. Системный блоктың, короче, характеристикасын қазір атап өтетін боламын. Процессоры біздерде Intel Core i5 10400F 10400F 6 ядер 12 поток. Ал оперативный память болса біздерде 16 гигабайт. Қазір енді мен сіздерге компьютерден ашып көрсетіп өтетін боламын. Кейбір адамдар может ойлап қалуы мүмкін өтірік айтып жатыр деп. Міне біздерде достар i5 10400F и узу оперативный память 16 гигабайт. Қазір енді қазіргі ойындарға в принципе вполне жетеді достар. И мына жақта біздерде видеокарта Nvidia GeForce GTX 1650. И в общем достар, енді тағы да басқа обзор жасап өтетін особо зат қалмады, бәрін айттым деп ойлаймын. И достар, мне, короче, біздерде мынау девайстардың мынандай коробкалары, мына жақта серебряный кнопка, ал мынау болса біздерде экшн камераның коробкасы, и мына жақта біздерде HyperX-ның, короче, клавиатураның коробкасы бар. Ал менде қазіргі уақытта компьютерде бар приложение, короче, осылар. Мына жақта Nvidia, және браузер, Telegram. Мынау бізде компьютердегі мусор тазалайтын Sysliner. И мына жақта Valorant, Bandicam, Новый Человек-паук, Warcraft, Minecraft. И GTA, CSGO, Warface. Тағы да FIFA 23. Короче, осындай ойындар бар. Мына жақта уже жұмыстың папкалары. И осымен, в принципе, обзор жасайтында заты қалмады достар. Енді достар, сіздерге обзор ұнады деп ойлаймын. Егер де сіздерге обзор ұнаған болса, және де комнатаға не жетіспейді, давайте комментарийға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерменен болған бірге мен Сако. Келесі видеода көріскенше, давайте.